Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін Алла қаласа кәсіп магазин арқылы миллиондар табудың схемасын сіздерге пошагово түсіндіретін боламын. Именно ішінде предзаказды. Қараңыздар, сабақтың ұзақтығы бір 20-25 минуттай болады. Сол үшін уақыттарыңызды арнадыңыздар. Телефон, TikTokқа арнағаннан көрі лучше осы жақтан пайдалы информация арналуға уақыттарыңызды арнаңыздар. Давайте кеттік, сразу к делу кетейік. Каспиде жүргеніме 3 жылдан болды. Осы арқылы уже предзаказ арқылы системаны табысталып келемін. Өзімді қысқаша таныстырайын. Есім Алмат Енжелов, жасым 25-те, Атырау қаласынан боламын. Қазіргі кезде уже Алматыда тұрып жатырмын. Основной менің бағытым осы Каспи арқылы табыс табу и және де адамдарды, оқушыларды оқытамын. Енді қараңыздар, кеттік к делу келейік. Егер сіз кәсіппен айналысатын болсаңыздар, сіздерде мынандай проблема болуы мүмкін. Біріншіден, маржа өте аз, пайда жоқ дейді мүмкін. Товарды қайдан алатынын білмейдім. Өтімді неше табу өте қиын болуы мүмкін сізге. Товарым өтпей жатыр, конкуренттері көп, демпинг, шаршатты, барахолкамен жұмыс жасау невыгодно дейді. Көп табу үшін көп ақша керек. Если сіздерде кәсіппен айналысып жүрген адамдарда осындай проблема бар болатын болса, сабақты соңына дейін қараңыздар, осы проблеманың шешімін айтатын боламын сіздерге. Егер сіз кәсіппен айналысқыңыз келіп жүрген болсаңыз, новичок болсаңыздар, сіздерде мынандай проблема болуы мүмкін. Біріншіден, бастап кетейін десеңіздер, қаражат болмауы мүмкін, қорқыныш болуы мүмкін, заказ түспей минусқа кіріп кетемін ба дейді. Көбі налогтардан қорқады, налогтан ойбай, кәдімгідей көптеген адамдар қорқады, негізі ол это фигня ғой деген сияқты самый. Ауылда отырып жасай аламын ба деп ойлайды. Каспиин блокта, ареста, черныйда. Если сіздерде осындай проблема бар болатын болса, сабақты соңына дейін қараңыздар и осыған да ответті тоже ала аласыздар. Бұл схеманың арқасында стабильный және ай сайын системаның өз қалған табысын тауып келе жатырмын. Аллахтың қалауымен 2024-тің обороттарын қарайтын болсақ, 222 миллион, 61 миллион, 14 миллион бұл каждый әртүрлі ИП-дан түсе тұрған менде доходтарым. Енді қараңыздар, кәсіппен айналысатын адамдарды алатын болсаңыздар, олар көбінесе бүйтеді. Оборот көтеру керек еді, нишаны қайдан аламын, қалай сатамын деп жүрді. Ал енді мен предзаказбен айналысқан кезде бізде мынандай ешқандай проблема жоқ. Оборотты қалай көтеремін, нишаны қалай табамын, қандай товар сатамын деген сияқты проблема жоқ, потому что барлығын товарды мен көп ассортимент салу арқылы көптеген заказ түседі, и соған байланысты мен оборотымды көбейтіп или түсіріп отыра аламын дегендей. Оны қазір алдағы уақытта айтатын боламын. Енді қараңыздар, именно бұл предзаказ стратегиясын алатын болса, бұл стратегиямен сіз қай уровеньде сіз қарамайды. Кез келген адам бүгін бастап уже табысқа шыға алады. Мысалы мен оқушымды қарайтын болсақ, біздің обучениемізді алу арқылы Аллахтың қалауымен бірінші күні уже заказ түрді, мына заказы, екінші күні мына екінші заказ түсті деп уже сразу көрсетіп отыр. Еш қиындықсыз бастапқыда тек қана 50-100 товар салатын болсаңыздар да, новичоктардың өзі осындай табысқа шыға алады. Мысалы алатын болсақ, мына жерде оқыңыздар, стопқа қойып, бір товар салып, бір заказ түсірген. Ойлаңыздар, бір товар салып, Каспия бір заказ түсірген. 18 товар салып, 2 заказ түсірген. Енді айтып отыр да, 50-100 товар салсам, қаншама заказ түсіруге болады дейді. Соған байланысты мына жерде не түсінуге болады? Кез келген адам, новичок адам осы предзаказ схемасын қолдану арқылы уже бүгіннен бастап табысқа шығуға возможности бар. Бұл схеманың арқасында алдын ала сендер миллиондаған суммаға товар сатып алудың қажеті жоқ. Мысалы, Қытаймен айналысу үшін как минимум 200 мың, 500 мың керек қой. Жоқ, если предзаказбен айналысатын болсаңыздар, қолдарыңызда бар жоғы 20-30 мың, даже 0 теңгемен де бастауға болады. Но бірақ оның өзінің лайфхактары бар. Қазір айтамын сабақта. Енді қараңыздар, мына жерде алатын болсақ, бұл жерде менде до именно предзаказбен айналыспастан бұрын мен барахолкамен айналыстым ғой, көптеген жылдар бойы. Мысалы, бір жыл жарым бойы барахолкамен айналыстым. И тек қана бір жылдың ішінде 31 миллион оборот жасадым, ойлаңыздаршы. И предзаказбен айналысуның арқасында уже бір жылдың ішінде тек қана бір ИП-мен 179 миллион теңге, ойлаңыздар. Бұл жақта артық шығын жоқ, артық қимыл, артық команда, үлкен суета жоқ. И бұның барлығы 3-4 адам болып жасалынған үлкен сумма. Если сіздер мынандай жасаңыз келетін болса, только 3-4 адамыңыз болса, спокойно тоже осындай суммамен жасай бере аласыздар негізі. Ал енді сіздерге де табыс табатын уақыт келді деп ойлаймын. Кеттік, бастайық. Ручкаларыңызды, қағаздарыңызды алып алыңыздар. Уақыттарыңызды, фокустарыңызды наған арнаңыздар. Потому что бұл жерде қазір мен информация аламын, соны барынша максимально жазып алуға тырысыңыздар. Каспи арқылы 1 миллион гарантированный табысқа шығатын өзінің авторлық методикам бар. Ол қандай дейтін болсаңыздар, бірінші дұрыс стратегия таңдау керек. Стратегияның жолы өте көп Каспиде. Именно соны қазір толықтыратын боламыз. Товар сатылымын арттыру керек, и жолдарын айтамын. Товарды арзанға алып келетін болсаңыздар, и осы үш немен қолданатын болсаңыздар, методпен любой жерден ұтылмай спокойно жақсы табысқа шығуға болады. Неше таңдаудағы стратегияның біздің миллионға алып келетін стратегиямызды біз қалай таңдаймыз дейтін сіздерде сұрақ болуы мүмкін.
Қазіргі кезде мен сіздерге стратегияны 3 түрімен таныстырамын. Негізгі стратегия түрі өте көп, 11 стратегиясы бар, но самый ходовой дегенді 3 стратегия айтамын, но бірақ самый лучший бар. Бір стратегия, соған бүгін тоқталып, соған фокусымызды арнайтын боламыз. Енді барлығымыз білетін классический стратегия. Барахолкамен жұмыс. Барлығымыз кәсіппен айналысқан адамдар араларыңызда бар болатын болса, сіздер білесіздер. Барахолкамен жасап көргенде шығарсыздар да. Ол жақта сіздер вечно өтетін тауарлардың түрін іздейсіздер, уақыттарыңызды арнайсыздар. Потому что мен өзім бір жыл жарымдай осы барахолкамен жұмыс жасадым. Уақытым көп кетеді, товарды іздейміз. Минусқа кіріп кету өте оңай. Мысалы, біз товар табамыз, бір өчек дейік те, товарды өчекті 10 мың теңге тауып алдық. Каспиға бірге 20 мыңға қойдық дейік. Келесі күні келген кезде заказ түседі. Келесі күні келген кезде бағасы 12 мың, 13 мың или 15 мың қымбаттап кетуі мүмкін, или бітіп қалуы мүмкін. Сөйтіп минусқа кетіп кетуі мүмкінбіз деген сияқты. Бұл жақта барахолкада бағасы өзгеріп отырады, товар тез бітіп қалады, бағасы қымбатта, бұл жақта пайда жоқ бізге сатуға деген сияқты. Көп уақытпен күш өтеді. Потому что если астарыңызда машина болмайтын болса, барахолкамен жұмыс жасау өте қиын. Барахолка өте үлкен, товарлар тасисыз, ана жерден аласыздар деген сияқты. Сол үшін вообще барахолкамен жұмыс жасауға совет бермеймін. Пайда өте аз, потому что өзі поставщиктардың өздері кіріп кеткендіктен ол жақта сіздерден үлкен пайда таба алмайсыздар. Риск аз, потому что бұл жақтың товарды алып сата қоясыздар деген сияқты. Бағасы да каждый раз өзгеріп отырады. Сіздерге түсінікті шығар, иә? Примерно классический стратегия барахолкамен қалай деген сияқты. Бұған мен сіздерге совет бермеймін. Кет, екінші стратегия. Қытай стратегиясы. Бұған мен совет бермеймін деп айтпаймын, бұл мықты стратегия тоже, но бірақ сіздерде ақша болу керек. Если сіздерде үлкен ақша, примерно 300 мың, 400 мың, 500 мың теңгеде ақша болмайтын болса, лучше мына жаққа кірмей қойыңыздар. Лучше предзаказбен алсаңыздар, минимальный суммамен жасай аласыздар да. Ал Қытай стратегиясына бір үлкен вложение керек. Мысалы алайық. Сіз 500 мың теңге саласыздар, екі товардың түрін алып келесіздер. 250 мың, 250 мыңнан. Бір товардың түрі жақсы өтіп кетеді, екінші товардың түрі өшіп өтпеуі мүмкін Каспиде. Сөйтіп минус кіріп кетуі мүмкін түсер, товар тұрып қалуы мүмкін, бірақ келуі мүмкін деген сияқты. Сондай өздерінің нюанстар бар, но бірақ ол это всегда емес, кейбір кезде болады. Бұл жақта вечно өтетін товарлардың түрлерін іздейсіздер. Қандай товар ходовой, аналитика жасап отырасыздар, күнделікті дейтін. Потому что сіздер закурс айтқан кезде андай өтпей қалатын товарлар әкелуге болмайды деген сияқты. Сол үшін қателеспеу үшін дұрыстап аналитика жасау керек та, уақыт алады оның барлығы. Товар бірақ болып келіп қалуы мүмкін, үлкен рисктері бар, но бірақ жақсы маржа көре аласыздар. Бұл стратегия жаман емес демеймін. Бұл стратегия сіздерде ақша бар болатын болса, минимально 300 мыңнан 500 мыңнан жоғары салам дейтін болсаңыздар, Қытай стратегиясымен сразу в наличии товарларды әкеліп айналысып кетсеңіздер болады. Енді үшінші стратегия келетін болсақ, ол предзаказ стратегиясы. Бұл самый любимый, потому что мен өзім айналысатын стратегиям. Сіздерге совет беремін, потому что минимальный суммамен аз риск, бандай үлкен толтырып товарларға заказ жасап алмай, тек қана 1-2 товардан әкеліп сатып сөйтіп көргіңіз келетін болса, именно сіздерге осы предзаказ стратегиясы барады, новичоктар үшін самый. Бұл жақта бір плюсы, сіз постоянно ниша зерттеп, қайсысы жақсы өтеді деп отырмайсыз. Конкуренттер жоқ, баға түсіру, демпинг жоқ. Демпинг дегеніміз бағаны түсіру дейтін. Бұл жақтан бір жақсы пайда өте көп қалады, конкуренция жоқ болғандықтан товардың үстінен 3-4 есе қосып сата аласыздар. Мысалы, қазір мен көрсем товарларға. Любой адам бұл схемамен бастап кете алады. Күні минимально 20-30 мың теңге болса болды. Қолда товарыңыз болмаса, бастап кете аласыз. Қолыңызда товар болмай-ақ спокойно бастай бере аласыз. Енді предзаказ не деген сұрақ болуы мүмкін. Кейбіреулер түсінбей отыр мүмкін, предзаказ ол вообще не, маған түсіндіріңізші деген сияқты. Давайте түсіндірейін. Предзаказ біздің қолымыздағы жоқ товарларды сатамыз. Ол қалай? Қытайда тұруы мүмкін, ол товар Россияда, Турцияда тұрған товарларды ол сайтта болуы мүмкін, поставщикта болуы мүмкін. Сол товарларды аламыз да, фотосымен, характеристикасымен Каспиға салып қоямыз, бағасын өзіміз қоямыз, 3-4 есебі қоямыз. И Каспиға саламыз, толтырып 100 шақтысын, 200 или 500-ін саламыз да, реклама жеріміз, и бізге заказ түседі. Заказ түскеннен кейін клиентке хабарласамыз, уақытпен танысыңыз ба, Қытайдан 10-12 күнде келеді, Россиядан 1-2 күнде келеді, Турциядан 7 күнде келеді. Сіз күтуге дайынсыз ба дейміз, күтуге дайынмын дейтін болса, біз сатып аламыз да, клиентке жеткізіп береміз и пайдамыз табамыз. Енді сұрақ болуы мүмкін сіздерде. Қытайдан өздері прямой шығуы мүмкін ғой, Пиндодо, анау мынау деген сияқты. Ол жақта айтайын да, өздері әкелудің, доставка төлейді, уақыттарын арнайды, құртады, нервісі, келмей қалуы мүмкін, задержка болуы мүмкін. И біз бұның барлығымыз өз мойнымызға аламыз. Бұл жақта біз рассрочкаға бере аламыз, редқа бере аламыз, өзіміз әкеліп береміз, до дома жеткізіп береміз. Вообще басын қатырмайды, просто заказ берді, все күтеді деген сияқты. Сол үшін предзаказбен айналысқан жақсы. И қараңыз, айтады, ойбай, предзаказда конкуренция көп, товар таба алмаймын, сататын ходовой товар жоқ дейді да, мысалы. Енді қарайық, Каспиде бар жоқ 7 миллион товар бар, общий алған кезде 7 миллион ассортимент тұр екен.
ішінен тамақты алып тастайық, БАДы, аптека деген заттар алып тастайық, сонда примерно 4-5 миллион товардың түрі бар, ассортимент бар, иә. Ал Қытайда алатын болсақ, 1 триллионнан астам товардың түрі бар. Ол миллиардтан больше. Россия мен Турцияда миллиардтан больше, Өзбекстан, Қырғызстаннан 100 миллионнан астам товардың түрі бар. И осылардың барлығын әкеліп, спокойно Каспийде сата аламыз. Каспий қазіргі кезде 30 күн бойы бізге возможность береді, 30 күн ішінде предзаказбен жұмыс жасауға. Соны біз максимально қолдануымыз керек. Не только қасымыздағы мемлекеттерден, сіздер Европадан әкеле алсаңыздар, США-дан, Африка болсын, любой Азиядан болсын, товарларды любой Каспийде жоқ товарларды әкеліп, нарықта жарсаңыздар болады. Потому что ол жақта сіздердің әкелген жерде конкуренттер білмейді. И сөйтіп сіз долгосрок жұмыс жасай аласыздар. И осындай лайфхактары көп. Сіздерге мен совет беремін, осы предзаказ стратегиясын новичок болсаңыздар, 0-ден бастаңыз келетін болса, осыдан кіріп спокойно бастауға. Енді қараңыздар, предзаказ стратегиясының функцияларын мен сіздерге толықтай түсіндіріп кетейін. Бірден 1000 товар сатып аласыздар, или 10 мың, 20 мың товар. Мысалы, менің Каспийімді алатын болсақ, 3 шипі бар, общий алған кезде 20 мыңнан астам товар бар. Мен күтіп отпаймын, қашан маған заказ түседі деген сияқты. Товардың ассортиментін көп салғандықтан, маған Аллахтың қалауымен заказ күнделікті стабильно түсіп отырады. Ол жақта еще пайда өте көп қалады. Соның арқасында неше таңдап отырмаймын, бірден сатылымға көшіп кетуге болады. Жаңа көрсеттім сіздерге менің отзывымды, оқушыларымның кейстарын. Бірден товар салған, заказ түсті. 18 товар салды, 2 заказ түсті деген сияқты. Біз қалаған оборотқа жете аламыз. Табысымызды планировать ете аламыз. Ол қалай? Если сіз миллион теңге тапқыңыз келетін болса, 500 товар сала салыңыз. Если сіз 10 миллион тапқыңыз келетін болса, 15-20 мың товар салыңыз. Соған байланысты біз планировать ете аламыз табысымызды. Бұл жақта үлкен складтың алуының қажет жоқ. Демек шығындас. И бұл жерде үлкен команда, үлкен көп деген адамдар жұмыс қалудың қажет жоқ. Бір өзіңіз жасай аласыз, үйіңізде жасай бересіз, спокойно товарды әкеліп өзіңіз орап жібере берсеңіз болады. Немесе сіздер ауылдық жерде тұратын болсаңыздар, через fulfillment арқылы жұмыс жасасаңыздар болады. Еште проблема жоқ. Алматыда fulfillmenттер сіздер үшін товарды қабылдайды, складта орап береді, клиентке жеткізіп береді. Тек қана сіз онлайн клиентпен созвонда отырсаңыз болғаны, и все. Және де анандай сұрақ болды ғой. Менің ипім, менде черныйдамын, менде закрытый, маған ашпайды деу мүмкін болсаңыздар, сіз ағайын туыс, бауырларыңыз, әке шешеңіз, қарындасыңыз, жұбайыңыз, күйеуіңіз болуы мүмкін. Солардың арқасынан атынан ипіңізді ашып, спокойно жасай бере аласыз. Ол ешқандай проблема емес. Мысалы, мен өзімді алатын болсақ, менің өзімде 4-5 ипі бар. Әйелімнің атынан, ата-анамның, әкемнің, өзімнің, арендаға 2 деген сияқты. Сонда общий 5-6 нем бар, дүкенім бар. Кез келген адам бұл стратегиямен жұмыс жасай алады, үлкен бюджет қажет емес. Қараңыздар, енді мысалы мына товарды алатын болсақ, мына сумка Қытайда бағасы 16 юань екен. Енді осыны 72 өтеміз, доставкасымен бірге 1500 теңгеге келеді екен. Мұны Каспийде продавец жоқ, отзывы дайын тұр, просто кіріп алып сатсаңыздар болады. Мысалы, мына ұқсас белый товар 6000 теңге сатып отыр. Үстінен қанша 4 есе қосып сатып отыр екен. Таза Каспийде 6000 теңге сату арқылы бір товардан 3000 теңге табыласа. И осындай товардың сіз примерно 50-ін, 100-ін сатып болсаңыздар, күнделікті түсіп отыратын болса, бір заказдан, и ойлаңыздар, сіз минималды күніне 15-20 мың, 30 мың табу арқылы айына спокойно минимум дегенде 500 мың теңге табыс табуға болады екен. Бұл бір товар. Давайте екінші товарды көрейік. Мысалы, Қытайда бағасы 900 теңге тұрады екен, 6 штугы 900 теңге тұрады. Ал Каспийдегі бағасы қанша? 6963 теңге тұрады екен. Таза пайда бір товардың өзінен 4100 теңге алады. Осыны айына дегенде бір 30-ын сататын болсақ, енді ойлаңыздар, 120 мың теңге. И осындайдың біз қаншама товар салып тастаймыз да, бір 50, 100, 200 товар салатын болсақ, күнделікті заказдар түсіру арқылы осылай 15 мың, 20 мың, 50 мыңға дейін тауып отыруға болады. Если бағандайды басын үйреніп алып, түсініп алған болсаңыз, жайлап ассортимент көбейту арқылы сіздер жақсы табысқа шыға аласыздар. Мен де сөйтіп бастадым. 1000 товар салдым, 500 товар салдым, 2000, 3000, 5000 дедім. И сөйтіп 10 мың, 20 мың товар салдым. И сөйтіп мен табысым жоғары қарай өсіп өтті. И сіздерде аз-аздан бастап жайлап осылай көтеріле аласыздар. Қараңыздар, 500 мың табыс табу үшін сіздерге не керек? Товар санын 500 товар саласыздар. Реклама кететін бюджет 50 мың теңге. Ол бір айға алған кезде күніне 1500 теңгеден құртасыздар. Это фигня. 1500-ға сізге 30-50 мың заказ түсу мүмкін, таза 20 мың теңге толу мүмкін деген сияқты ғой. Сатылым товары бір айдың ішінде 100 мың теңге, средничек 10-15 мың теңге, таза пайда 500 мың минимальныйдан 1 миллион теңге спокойно гарантированно табуға болады. Именно мен айтқан схеманы жасайтын болсаңыздар, спокойно гарантированно 500 мыңнан 1 миллион теңге табуға болады. Менің оқырмандарымды, оқушыларымды қазір көрсем сіздерге айтын. Қараңыздар. Енді қараңыздар, товар таптық дейік. Каспийға осайынан толтырып товарларымызды саламыз. Каспийға осай жүктейміз, бағасын қоямыз, жүктегеннен кейін таблица саламыз, данныйын қоямыз, предзаказ уақытын барлығын қоямыз, бағасын қоямыз, и содан кейін уже рекламаға жібереміз.
рекламаға жібереміз, күнделікті бағандай 1000 теңге, 1500 теңгеден жер қоямыз барлық товарға, и бізге күнделікті осайынан уже заказдар түсіп бастайды. Бізге осы күнделікті заказдар түсіп бастайды, 30 мың, 14 мың, 50 мың, 100 мың деген сияқты әртүрлі бағаға түседі. И бізге заказ түскеннен кейін клиентке хабарласамыз, клиент күтуге дайынмын десе, біз тұрамыз поставщиктен или сайттан прямой заказ береміз де, клиентке жеткізіп беру арқылы біз осылай пайдамызды жақсы табуға болады. Предзаказбен бастау үшін сіздерде осы заттар болу керек. Біріншіден, күніне как минимум дегенде 2 сағат пен 4 сағат уақытыңызды арнау керексіздер. 3-4 сағат дедік, но 2 сағаттың өзі жетіп қалады, если жасайын дейтін болсаңыздар. Қалтаңызда минимально дегенде 20-30 мың теңге болу керек. Негізі, если желание болатын болса, 20-30 мың теңгені даже спокойно табуға болады. Ноутбук болу керек, немесе планшет. Екеуі де болмайтын болса, телефонмен де жасай берсеңіз болады, но бастапқыда кішкене қиын болуы мүмкін, ыңғайсыз болуы мүмкін, но бірақ ноутбукты планшетпен потом жасасаңыз болады. Телефонмен де жасай беруге болады, ол жағынан қатты особо проблема жоқ. И самый главный желание болу керек. Если желание болмаса, бұның барлығы ешқайсысы керек емес. Енді қараңыздар, бұл система ол вечный актив сияқты. Бір рет жасап қоясың, саған және ол всегда постоянно заказдар түсіріп отырады. Просто қарап отырасыздар, конкурент кіріп кеткен жоқ па, товар салып отырасыздар, и сізге стабильный заказ түсіру арқылы бұл сіздерге вечный актив сияқты ақша әкеліп отырады. Стратегияның ең бастысы ол структура емес, дұрыс аналитика, маркетинг және сатылудың құралдарын четко білу керексіздер. Енді қараңыздар, сіздерге барлығы түсінікті болды. Әр шарттармен деталін таныстыру үшін именно сені өзімнің предзаказ 10 күндік курсыма шақырамын. 10 күндік курсыма шақырамын. Курстан кейін сен не аласың? Дәл осы стратегияны қалай орнату керек екенін түсініп, Каспиде табыс табудың жолын сен толықтай түсіне аласың. Курс именно кімге арналады? Магазині бар, бірақ табысы жоқ. Не сатарын білмей жүрген болса. Енді бастағысы келіп жүрген адамдарға, ойланып жүргенде, ИП ашамын, қорқамын, отчет қалай тапсырамын деген адамдарға арналады. Өзіңіздің оборотыңызды көтергіңіз келетін болса, неше таңдап қадалып шаршаған адамдарға стабильно, 3-4 миллион деп қойдым, стабильно, как минимум дейді, 500 мың, 1 миллион теңге табысқа шыққысы келетін адамдарға арналады. Курста не болады? Кәсіпкер мышлениеміздің психологиясын тоқтаймыз, Каспиде бизнес жасаудың алгоритмдары, ИП ашу, КСП, магазин, новичоктарға барлығын көрсетіп боламыз. Стратегияның 11 түрімен сіздерге қайсысы керек, самый топовый, соның барлығын айтатын боламын. 3 стратегия именно. Предзаказ стратегиясын қалай жұмыс жасаймыз, қалай саламыз, қалай істейміз деген сияқты барлығын береміз. Масштабқа шығу, қалай Каспи магазинда табысымызды өсіреміз, осының барлығын сіздерге толықтай 10 күн ішінде түсіндіретін боламын. Курс форматы қалай болады? Курс ұзақтығы 10 күн болады. 10 күн болады. И бонустар береміз, таблицалар береміз, план, факт, маржа санау, маркетинг есептеу, Каспиде өтімді категориялардың тізімін береміз. Живой эфир болады. Қателеспесем 6-7 эфир болады. Қателеспесем или 5-6 эфир болады. Запись сабақтарды береміз. Сол эфирдағы записи сабақтарды. 2 разбор эфир болады. Содан кейін бана сабақтар болады, о записи. Сосын 2 разбор отдельно эфир болады. Кері байланыс болады, үй тапсырмалар болады. Ойлаңыздаршы, 10 күн ішіне осының барлығы кіреді. Енді 10 күн бойы не болады дейді, қандай каждыйын тоқталып кетейін. Бірінші күні бана кәсіпкердің психологиясы, мышление, цельге жету, жертва состояниесі деген осыған бәрін тоқталамыз. Екінші күні новичок болсаңыздар, ИП ашу, КСП, магазин ашудың жолдарын барлығын ашып көрсеміз. Үшінші күні Каспиде табыс алып келетін 11 стратегия, ең көп табыс алып келетін топ 3 стратегия полностью не жасаймыз, разбор жасаймыз. Төртінші күні предзаказ стратегиясымен қалай жұмыс жасаймыз, соны толықтай көрсетемін. Қалай товарларды настроить етеміз, предзаказ, бот орнату, маркетинг қосу. Бесінші күні. Алтыншы күні масштабқа шығу, қалай Каспи магазиндер табысымызды арттырамыз. Жетінші күні разбор эфир, сегізінші күні тоже разбор эфир болады. Тоғызыншы, 10-ші күні кері байланыс чаттарда разбор болады. Ойлаңыздаршы, осының барлығы 10 күн бойы сіздерге эфирлер болады, сабақтар болады. Бірге отырамыз, бірге чат болады. Қандай стратегиямен жұмыс жасаған тиімді екенін білетін шығасыз. Бұл жақтан предзаказ стратегиясымен табыс табудың жолын көрсетеміз. Масштабқа шығу, Каспи магазин арқылы табыс табудың алгоритмін біліп шығасыздар. Менің оқушылардың пікірлерін қарайтын болсаңыздар, стопқа қойып, асықпай оқып алыңыздар, мына жердің барлығын. Мысалы, менің Нұрислам дейтін оқушымды алатын болсақ, маған дейін ол дейтін 3 ай бойы 957 мың оборот жасаған. Каспиде айналысып жүрді, но білген жоқ та предзаказ стратегиясын. 957 мың оборот жасады, таза бір 50-60 мың теңге айына тауып жүрді. И Аллахтың қалауымен менің обучениемді өту арқылы 3 айдың ішінде 4 миллион 200 оборот жасап, бір айда миллион 400 оборот жасап, таза 600-700 мың теңге табу арқылы өзі жақсы табысқа шығып отыр. 18 жасар баланың өзі жасап отыр. Ойлаңыздаршы, 5 күн ішінде 70 мың теңге заказ түсірді. Міне көздеріңізше 70 мың теңге заказ түскен, содан таза 30 мың теңге тапты.
нулевой дүкен новыйдан ашқан адамдарға да заказ түсіп жатыр. Енді ойлаңыздар, осының барлығын даже сіз үлкен кісі 50-ге келдіңіз, 60-қа келдіңіз, жасап отырған адамдар көп та. Курс туралы оқушылардың пікірлері, Алла разы болсын дейді, өте қатты қуанып тұрмын дейді, сіздің курсыңызды алғаныма дейді, мысалы, оқитын болсаңыздар 200 мыңға тұрарлық сабақ екен дейді, мысалы, ойлаңыздаршы мына сабақтарды. Қазір мен сіздерге бағасын айтатын болсам, өте күлкілі болады негізі бағасы. Ал енді қалай ойлайсыздар бағасын? Давайте, мен енді айтып отырмын ғой, халық үшін жасап отырмын, сіздер ақша тапсын, максимально түсінсін, көзі ашылсын деген мақсатта жасап тұрғандықтан, мен сіздерге өте тиімді бағада жасап отырмын. Ол бағасы қанша дейтін болсаңыздар, бағасы 50 мың теңге тұрар еді. Но бағасы ол әлі емес. Бұл жақта ішіне не кіреді? 10 күндік курс, авторлық методика, қосымша материалдар, 2 күндік разбор эфир болады, чатта кері байланыс. Енді мен сіздер үшін жасап отырмын, дамысын, курсын ойласын деген мақсатта мен вообще өте арзанға беріп отырмын. 5x төменге түсіріп беремін. Тез шешім қабылдайтын адамдарға арнап, тек қана бүгін эфирде отырған бағанағыдай сабақты көріп отырған адамдарға 24 сағаттың ішінде бағасын 9990 теңге беремін. Ойлаңыздаршы, 10 күн бойы сабақ эфирлар болады, живой чат, барлығын разбор жасаймыз, бірге отырамыз, көреміз, танысамыз. Соның бағасы бар жоғы 9990 теңге, өте күлкілі баға, негізі айтам. Негізі мен курсын бағасы өте қымбат тұрады, миллион теңгеден басталады, 2 миллион, 5 миллионға оқытамыз. Но бірақ дейтін енді халық үшін максимально пайдалы болсын, көп адам алсын, көп адам курсын, көп адаммен бірге разбор жасайық, дамысын, орта қалыптастырсын деген мақсатта сіздерге бағасын 9990 теңгеге беріп отырмыз. Енді сонымен бағасын курсы 50 мың емес, 9999 теңге беретініміз 10 күндік курс кіреді. Авторлық методика, қосымша материалдар, 2 күндік разбор, кері байланыс болады. Енді мына жерде 12 айға сіздер ала алмайсыздар, наличка төлесеңіздер болады, немесе редпен 3 айға ала аласыздар. 10 мың теңгеге уже 12 ай жүрмейді. Халықпен алсаңыздар болады, Каспимен алсаңыздар болады. Қараңыздар, 3 айға бөліп төлейтін болсаңыздар, бағасы бір айға 3300 теңгеден келеді екен, бір күнге 111 теңге. Ойлаңыздаршы, сіз бір күнде қайда кетіп жатыр да 111 теңге, или бір айдың ішінде 3000 теңге қайда кетіп жатыр? Бір фастфуд ала саласыз, таксиға кете саласыз, ресторанға бара саласыз, подарка бере саласыз. Ал осыны сіз өз біліміңізге 10 күндік сабаққа арнайтын болсаңыз, сіз бұл жерде не аласыз да? Сонда ойлаңыздаршы, қандай информация аласыздар? Енді предзаказ курсына біріншілердің арасында үлгеріп қалғыңыз келетін болса, бізде орын саны шектеулі. Сол үшін тез үлгеріп қалыңыздар. 9900 теңгені осыны скрин жасап алып, алыңыздар да, фотоға түсіріп алып, екінші номермен төлесеңіздер 9900 теңгені и чекті осы номерге жібереміз. 876 598 36 04 номерге чекті обязательно жіберіңіздер. Чекті жібергеннен кейін сіздерге группаға қосамыз и қай уақытта болатын барлығын сіздерге түсіндіретін боламыз. Осы арқылы төлейсіздер, фотоға түсіріп алып жіберсеңіздер болады, екінші номермен төлесеңіздер болады. Немесе прямой төлей алмай жатырған болсаңыздар, кассе QR-мен сіздер төменге чатқа жазыңыздар, прямо алғым келіп тұр, маған счетный оплата жіберіңіздер, или қай номерге перевод жіберейін деген сияқты біз өзіміз ссылка жібереміз. Немесе номерге жібереміз, Набия ханымға 8776 598 3604-ке осы кісіге бағандай айтып, қай номерге жіберейік, или маған счетный оплата жіберіңіз дейтін болсаңыз, сіздерге жіберіп полный оплатаны ала аласыздар. Енді айтып отырмын, курс туралы оқушыларымыздың пікірлерін тоқталып беретін болсақ, мына жерде асықпай тоқтап, стопқа қойып оқып алыңыздар. Не кіретінін қараңыздар. Қайта-қайта қарай берем дейді, мысалы сабақтарыңыз өте жақсы екен дейді. Қараңыздар, 200 мың, 100 мыңға тұрарлық сабақ дейді, мысалы дейтін ойлаңыздаршы, осының барлығын сіздер үшін 9990 теңге беретініміз. Тек қана бүгін ғана алып үлгергендерге, үлгеріп ойланып отырған адамдарға уже келмейді. Мысалы қарап оқыңыздардан барлығын асықпай, біздің оқушыларымыздың пікірлері. Міне қараңыздар, нулевой дүкеннің өзімен даже 30 заказ түсірген. 1-2 сабақты көріп, уже сатып кеткенсің ғой, көрдіңіздер ме? Нулевой заказбен уже заказдар түсіріп жатыр. Бір оқушымыз 140 мың теңге тапқан таза, 2 заказ түсірген. Именно мысалы, мына оқушыларымыз бізде мына жерде аз, тек қана 5%, 10% көрсетілген. А бізде осындай отзывтардың өте 1000-нан астамы бар да. Аллахтың қалауымен 2000-нан астам адамға оқуды көрсеттік, үйреттік и сіздерге де должны істей аласыздар осылай. Дәл істеген адам істегенде адам істейді деген сияқты. Енді біздің группада 34 адам бар. Кассе предзаказ курсына тіркелгіңіз келетін болса, біз осыған бағандай оплата жасаңыздар и 16 адам толғаннан кейін біз уже жабатын боламыз. 50 адам толады ровно, содан кейін уже жабамыз. Бізде 3 күн ішінде 34 адам жинадық. Мен уже ойлаймын, спокойно ойлайтын, енді өте арзан келіп отырғасын, бір күн ішінде сатып алады деген сияқты. Давайте рискуйте, сіздерге болсын деген мақсатта мен 10 мың теңге беріп жатырмын и осы арқылы уже бірінші табысыңызды тауып, бағандай айтып, жақсы пайдаға шыға аласыздар. Бұл сіздерге возможность. Алла тағала айтады ғой, адам өз өмірін өзгертпегенше дейін сол неден өзгермейсіз деген сияқты. Сол үшін өзгеру керек.
И Алла тағала айтады, мысалы Құран хадисте келетін болса, кім уже рисковать етіп, уже жайлап амал ететін болса, сол кезде ғана адамдардың жолы ашып қалады. Сол үшін қорықпаңыздар, бассаңыздар, өте қатты ауыр сумма емес, даже рет рассрочкамен бөліп алсаңыздар болады, и наличка төлесеңіздер болады. Давайте бұйырса Аллахтың қалауымен оқыңыздар, если что сұрақтарыңыз болса чатқа прямо жазыңыздар, мен өзім сіздерге жауап беретін боламын. Хорошо? Барлығыңызға сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау саламатта бұйырса сабақта көріскенше давайте.